Estonia дейтін үш ел бар. Бұл үш ел өздері құрттай ел. Территориясы да құрттай. Біздің тіпті бір облысымызға, тіпті облысымыздың ішіндегі кішігірім бір аудандарымызға да жетпейді. Бірақ бұл Латвия, Литва, Эстонияның халқы жай тіпті көшедегі көше сыпырушысы мен етік жамаушысына дейін орыс десе төбе шаштары тік тұрады. Осы жағынан біздің қара орыстардан, яғни қазақтың құрамындағы қара орыс дейтін тайпадан мүлде басқаша. Біздің қара орыстар орыстың қатқан тезегін кептіріп, тұмар қылып мойындарына асып алса, орыстың осырғын француздың әтірінен артық көрсе, ал бұл Латвия, Литва, Эстония тарихтан бері орыспен өліспей беріспейтін ұлттық идеологиялық саяси күреспен келе жатыр. Мен бұл азаматтардың әлеуметтік желідегі жазбаларына қарап отырып, шіркін-ай, сендердей ұлтшыл халқы бар болса, сендердей ұлтшыл азаматтар бар болса, сендердің халықтарыңның арманы жоқ екен. Орыс түгілі орыстан мың есе жалмауыз басқыншы болса да, бой бермейді екенсіңдер ғой деп сүйінетінім бар еді. Әрине, біздің қазақ Латвия, Литва, Эстонияның деңгейіне жеткенге әлі бар. Енді сол Латвия, Литва, Эстонияның Ресей туралы сұмдық шешімдеріне айтайық. Бұдан ілгері Латвия, Литва, Эстония ресейлік көліктерді шекарасына кіргізбей тастаған. Енді тіпті кез келген ресейлік Латвия, Литва, Эстониядан кез келген электрондық жабдықтарды алып шығуға тыйым салынған. Яғни компьютер, тағы басқа да кез келген электрондық жабдықтар, оның ішінде чипке қатысты заттар, оның ішінде жаңағы өзіңіздің тұрғылықты орныңызды білдіретін спутникпен қатынас жасай алатын жабдықтар, локейшн білдіретін жабдықтар, бұның барлығына тыйым салынған. Тіпті ноутбук, компьютер, процессор және компьютердің ішкі жадысы қатарлы заттардың бәріне ресейліктердің шекарадан алып шығуына тыйым салынған. Тіпті оларды топтық толайым, кәдімгі жәшігімен алмақ түгілі жеке өзіңіз қолданамын деп алып шығуыңызға да тыйым болды. Енді осыған Финляндия қосылды. Енді олар ресейлік көліктердің Финляндияға кіруіне тыйым салынды. Жаңағы үш елмен қосқанда бұл төрт ел. Бұл Ресейдің анығында сол солтүстік Еуропадағы бірден бір шығар ауызы еді. Ол жақта ресейліктер кәдімгі визалары бар болса, емін еркін барып шығып жүретін. Біт, енді тыйым. Ал сонымен бірге аса маңызды ақпарат. Енді алдағы уақытта Вагнер дейтін қылмыстық топ Англия билігі тарапынан террорлық ұйым деп танылды. Сіздер естеріңізге сала кетейік. Бұл террорлық ұйым деп танылды, болды. Какай боп екен дептекен демеңіз. Енді сол Вагнер ұйымында фотоға түскен, сол ұйымды жақтаған, соның мүшесі болған, соның ақпаратын жазған, Вагнерді керемет деп дәріптеген телеарна журналист. Қысқасы, Вагнермен қатысы бар кез келген адам Англияға кіре алмайды. Вагнермен ымы-жымы бір болған кез келген адам Англияда есеп-шот аша алмайды. Тіпті Вагнердің атында, соның лауазымды тұлғаларының атында қандай да бір есеп-шоттар компаниялар болса, оның ақшасының бәрі мұздатылады. Мен бұл нәрсені айта отырып, қазақтарға бір нәрсені ескертемін. Мына Америкада, Еуропада жүрген орыс құл қазақтар. Сөйтсе, орысша сөйлейтін қазақ екен деп қалмаңыз. Орысша сөйлеген қазақ болғанмен жүрегін қазақ десе, жүрегі тура езілетін, қазақ десе жүрегін жұлып бергісі келетін қазақ бар. Олар сыртында. Орыс құл қазақтың ішінде орысы түгіл татар жоқ ауылда өскен қазақтар бар. Қызылорданың ауылында жүрген, өмірінде искейін десе орыстың қолаңсасын таппай жүрген,
мойнына тұмар қып тағып алайын десе, орыстың қатқан тезегін таппай жүрген сорлы құл-құтанның тұқымы құл қазақтар бар. Олар Еуропаға, Америкаға бір Құдайдың берген нығметімен келіп қалып, осы жерде менің ауылымда көрмеген орысым-ай, әкелші тезегіңді кептіріп қатырып мойныма асып алайын деп жүреді. Енді осы қазақтар кез келген уақытта Америка, Еуропадан грин-карт түгілі азаматтық алған болсаңдар да, сен араласқан орысыңның әкесінің, балдызының, тоқалының бір денкесі Вагнермен және Путинмен қатысты болса, біттің. Батыс елдерінде қудалауға ұшырайсың. Сондықтан мынау Америкада жүрген, Еуропада жүрген, орысшаға тілі келмесе де жаңағы «здрасти» деп есі шығып жүрген, Қызылордадан, Шымкенттен, Ақтаудың бір адам бармайтын ауылынан, Түркістаннан, Тараздан келіп, өздерін бір русский язычныймыз ғой, біз өріспеп кеттік қой, біз өрісші қыдық қой деп жүрген кемпірді Нью-Йоркта көргенде теуіп тезегін шығарып, Нью-Йорктағы еркіндік әйкелінің тура қолын іліп қойғым кеп кетеді. Осындай сорлы қазақтар енді абайлаңдар. Мына Америкада, мына Бруклинде, мына Брайтон-Бичте орыстардың үйінің қасынан үй алып, орыстармен бірге водка ашып тойлап, орыстың Наташаларын туған күндеріне шақырып, Америкада жүріп, орыстың қолаңсасына мас болып жүрген қазақтар төбелеріңнен жай түсіп қалуы бек мүмкін. Ескертем, төбелеріңнен жай түсіп қалуы бек мүмкін. Және осы сияқты сұмырай қазақтардың құрамында КГБ-ның шпиондары өте көп болғандықтан, Ресей барлау қызметіне қызмет ететін қазақтардың өте көп болғандығынан, қазақ азаматтарына Американың визасы қиын. Себебі бұл қазақтар орыс десе жүрегін жұлып береді. Батыс елдерінде өте жаман образға ие. Американың еркіндігінде, демократиясында жүріп, екі ауыз хеллоу-меллоуды үйренбейді. Бірақ Қызылордада, Шымкентте жүріп, айталмаған орысшасын Америкаға келіп, орыстарды көргенде бас салып, әкеші қолтығыңды иіскейін дейді. Осы қазақтардың кесірінен Американың барлау қызметі, бақылау қызметі, қоғамдық тексеру қызметтері ұйықтап жатқан жоқ. Бұл қазақ деген халық орыс десе жүрегін жұлып береді екен. Жер бетінде ең соңғы орыс баласына болды ағылшынша сөйлейік, орысшаның керегі жоқ дегенде, бұл қазақтар немересіне балам ілімде, білімде, ғылымда, орыс тілінде, орысша үйрен деп тапсырма береді екен деп жазып отыр. Сондықтан Қазақстан деген сөз Орысстан. Қазақстан деген орыстың бір губерниясы сияқты қылып қойған осы сұмырай қазақтар енді міне Англияның, Американың, Еуропаның осындай шешімдерінен кейін естеріңді жиыңдар, құдайларың, сендер құдай көріп табынған, боғын тұмар қылып асып алған құдайларың міне бүкіл адамзат алдында қарабет болып отырса опақ, тұрса сопақ, барар жер, басар тау қалмай отыр. Ал сен сұмырайлар әлі сол орысты көрсеңдер елжіреп, емешектерің елжіреп, бүйректерің бүлкілдеп, тізелеріңнен жан кетіп, дірілдеп, қалшылдап, естерің шығып кетеді сұмырайлар. Мен осыны ескертіп отырмын. Қашан айтты демеңдер? Америкада жүрген, Еуропада жүрген, орыстың КГБ-сына қызмет істейтін қазақтар менен орыс құл қазақтар. Сендер абайлаңдар, ескертпеді демеңдер. Және бір жағым жаңалық. Міне, мынау қазіргі батыстың ақпарат желісін шолып отырсам, енді Ресейдің қарапайым азаматтары Еуропа, Америкаға аттап баса алмайтын заң қабылданып кету бек мүмкін. Себебі Германиядағы орыстар автошеру өткізді, З таңбасын басып алды. Израильдегі орыстар өткізді. Нью-Йоркта, Бруклиндегі орыстар барлық жерді, тіпті Манхаттанның өзінде барлық бұрыш-бұрышты тамның қабырғасын З таңбасына толтырып тастады. Оның барлығы Еуропа, Америка білмей отырған жоқ. Бұлардың барлау қызметі қаулайлым деп отырған жоқ, біліп отыр. Ол керек болса камераларда тұр, кім жазып жүр, кім істеп жүр. Мына жердегі диаспора кеше жылап еңіреп келді, ойбай, мен саяси қысымға ұшырадым, діни қысымға ұшырадым, ақ көк деп келіп алды. Америкаға келіп алып,
білген боғын жеп жүр, е? Енді бұл азаматтардың бәріне алдағы үлкен жетіліктің саммитінде батыс елдеріне басы бүтін тиым салынуы мүмкін. Яғни Ресей азаматтарына үлкен бір тиым салынатын заң ережесі қабылдануы бек мүмкін. Енді тағы бірі, бұл енді аса маңызды, бұл енді Ресей осы уақытқа дейін санкцияны айналып өтетін тәсілдерменен, тышқаншылап, бұрылап, арамзалықпенен Дубай арқылы, яғни Біріккен Араб Әмірліктері арқылы, екіншісі Түркия арқылы, одан кейін Қырғызстан арқылы, одан кейін Қазақстан арқылы, және Қазақстанда Ресей азаматтары тіркеген компаниялар арқылы чиптерді, спутниктік жабдықтарды, радарлық жабдықтарды, және осы радар жасайтын, тағы басқа да аппаратуралар жасайтын жабдықтарды алып отырды. Ол жасырын емес. Тіпті Қазақстанда тіркелген ресейлік компаниялар Қытайдың арзан жаңағы орысша айтқанда любительский, былайша айтқанда балаларға арналған дрондарын олар мыңдап, 10 мыңдап алып отырды. Яғни қазақ шекарасынан соңғы кезде дрон кіріп кетті. Және дронға қатысты камералардың өте жоғары болды. Кәдімгі барахолкадағы жай дамбал сататын саудагер бірақ сәтте енді кіші жабдықты камералар, тікелей Wi-Fi-ға жалғанатын камералар алып кетті. Ол камералар оған неге керек? Ол камера неге керек? Қазақстандағы жұрттың бәрі аяқ астынан, есігінің алдына, мал қорасына, ешкі қорасына камера орнатып кетті ма? Текемен ешкінің қосылғанын қызықтайын деп қой қорасына камера орнатып қойды ма? Бұқа мен сиырдың махаббатын қызықтайын деп камера орнататын болып кетті ма қазақтар? Жоқ! Бұның бәрі Ресейдің тапсырмасы. Ал Қазақ пен Ресей шекарасы Еуразиялық экономикалық келісім аясында шекара салықсыз өтеді. Сөйтетте Қазақстанда кеше барахолкада дамбал сатып отырған сұмырайлар Қытайдан қалың камера заказ берді. Ал ол камералардың барлығы жаңағы любительский дрондарға, яғни балалар ойнайтын, аспанды ұшырып жүретін ойыншық дрондарға. Оның аты ойыншық болғанмен, оның қуаты, ұшу жылдамдығы соғыста қолданылатын дрондармен еш айырмасы жоқ. Тіпті соңғы кезде Қытай тілді жарнамаларда, орысша жарнамаларда Қытайдың сайтындағы бұл дрондар 2 келе, 5 келе, 10 келе зат алып ұшады деп отыр. Ол заттар қалай? Әрине, сіз оған бомба қоя аласыз. Глицериндік бомбаларды кез келген уақытта кнопкамен басқарылатын, тағы басқа да өртегіш, фосфорлы, ақ жарық шығаратын бомбаларды, өртейтін сұйықтықтарды жібере аласыз. Қаласаңыз, өте жеңіл типтегі басқа бомбаларды да қоясыз. Енді осының бәрін Америка білмей отыр ма? Біліп отыр. Енді міне қазір соңғы кезде осы Ресейдің санкцияны айналып өтіп зат алатын жолдарына тосқауыл қою туралы бұл әңгіме басталды. Еуропада мына құдай атқан Венгрияның билігі орысшыл, Сербияның билігі орысшыл, мына біздің сақ түріктер ақша болса болды оған. Ана Украинаның халқы қырылып жатыр ма, анау бір. Олар мына осы соғыста Ресейге тиісті жаңағы тиым салынған заттарды сатуда, естеріңізге салайық, мына түріктерді алды қорында. Түрікке ақша болса болды. Түрікке ақша болса болды. Енді осылардың барлығы, енді батыстың ресми түрде осы санкцияларды айланып өтетін дәліздерді жабуына, жаптыруына, анықтауына, және бұған қатысқан компанияларды, жеке тұлғаларды жазалауына алып келген тұр. Міне осы мәселелер қазір батыста ресми түрде қатты қаралып жатыр. Сонымен қатар, мынау Американың бір керемет одақтасы бар, ол Араб Бірлескен Әмірлігі, Катар сияқты елдер. Бұл елдер Американың қорғауындағы елдер, бірақ ол да жаңағы ақша көрсе әкесін сататын сұмырай болғандықтан, бұлар да Американың қорғауында тұрғанына қарамастан бұлар да Ресейге санкцияланған тауарларды жеткізген. Енді бұлардың барлығы алдағы уақытта санкцияға ілінеді,
қатаң жазаланады. Енді осы тышқанның ін қазған сияқты, қазақ айтатын тышқаншылап өзі өндіре алмайтын, бірақ өзі өндіре алмаса да батыстан сатып алатын сондай жабдықтарды құрастырып, қатерлі қарулар жасап отырған орыстың енді жолы кесілгелі отыр. Енді аса бір жағымды жаңалық. Мынау орыстардың тура езу көбіктеніп мақтанатын С-400 бар ғой. Сол қирады. С-400 қирады. Бұл енді қазір бұл С-400-ден тағы біреу қирады деген сөз, білесіздер, Ресейде қазір С-400-ді одан ары өндіре алмайды. Енді С-400-ді одан ары өндіре алмайды. Себебі қазіргі Ресейдің зауыттарының өзі бұны өндіруге тиісті жабдықтарды ала алмай отыр. Енді қараңыздар, осының өзі қазір 78 жерде орнатылды деген мөлшер бар. Көп адамдар айтады, ол 50-ге де жетпейді дейді. Твиттердегі жазбада 50-ге де жетпейді. Енді ойлаңдар, С-400 кешенін украиндар келді де дронмен атып тастады. Дронмен. Бітті. Қазір Ресейде бұл да жоқ. Енді қазір бұл С-400-дің өзін енді есептеңіздер. С-400-дің өзі соңғы осы жартайда олар С-400-ден екеуінен айырылды. Енді былай қараңыздар. Ресейде бір С-400 жойылса, бітті, оның орнын толтыратын жоқ. Міне жартайда екеуі жойылды. Естеріңізде ма? С-400-ді сатамын деп Түркия аламын деп Ердоған, Ресей сатамын деп Түркия аламын деп, Түркия оны алмасын деп, ию-қию боп дау болған С-400. Ердоған батыстың наразылығына қалмай С-400-ді алған С-400. Сол орыстар оны тіпті бір өзіне керемет сенімді деген елдерге сататын. Бір мемлекеттік байлық есебінде қаралатын С-400. Міне 15 күннің ішінде екеуін жоғалтты. 15 күннің ішінде екеуін жоғалтты. Енді қазір ең маңызды ақпаратты сіздерге оқып береміз. Бұл ағылшын тіліндегі Kyiv Post деген сайттан алынды. Kyiv Post. Енді қараңыздар. Бойко мұнарасы деген мұнара. Бойко. Ағылшын тілінде Google-ге жазып Бойко Towers. Tower деген мұнара деген сөз. Мұнара бұл енді арабтың сөзі, арабша минарет деген сөзден шыққан. Минарет деген сол. Бұл енді Бойко мұнарасы, білесіздер, бір биік жерге ағаштан, темірден, кірпіштен құрастырып, қарауылға немесе қандай да бір мақсатқа қолданылатын затты, енді сол Tower, мұнара дейміз. Ал бұл Бойко мұнарасы қашан бұл? 2014 жылы Украинаның бұл Бойко мұнарасын олар алып алған. Енді қазір мұнда қараңыз. Kyiv постында жарияланып отыр. Неліктен Бойко мұнараларын Украиналық бақылауға қайтарылуы соншалықты маңызды деген мақала тұр. Kyiv постта тұр. Бойко мұнараларын украиналықтардың бақылауға алу, яғни украиндардың қайтарып алу қаншалықты маңызды дейді. Kyiv пост деген Киевтің ағылшын тіліндегі ақпаратында тұр. Енді біз қысқашалап айта салайық. Бұл мақалада, бұл 2014 жыл негізі бұл Бойко мұнарасын украиндар орнатқан. Енді соны Ресей 2014 жаулап алған. Сосын мұнараның басына бүкіл Қара теңіздегі жыбырлаған кеменің бәрін бақылайтын, жоғары технологиялы жабдықтарды орнатқан, биіктен бақылап отыратын бір. Екіншісі, бұл жерде жердің сілкінісі арқылы қандайда жылжыған техникаларды біліп отыратын. Жер сілкінісі арқылы, әрбір техника жүргенде, ауыр техника жүргенде жер сілкінеді. Соның жиілігін арқылы ана биік мұнарадан бақылап отыратын, жоғары технологиялы заттарды орнатқан. Енді украиндар қазақша айтқанда мысық табандап ептеп келгенде мұнараның басындағы Ресейдің күрделі жабдықтарының бәрін шешіп алып кеткен. Алып кетіп отыр. Енді бұл Бойко мұнарасы туралы мына Kyiv постта жазған бір нәрсе, кезінде бұның Украинада ресейшіл биліктің отырған кезінде энергетика министрінің біраз анау-мынауларын жазады. Енді бұл соғысқа бұның тым қатысы болмағаннан кейін
біз бұл арада айтпадық. Қысқасы, Украина Бойко мұнарасын алды. Бұл Ресей жаңағы С-400-нен айырылғанның өзінде алдымен жай өте арзан дрондар арқылы Украиндар алдымен Ресейдің радарлық жүйелерін құлатты, бақылау жүйелерін дрондармен атты. Артынан С-400-ді зымыранмен және артиллериялық атқыштармен атып, С-400-ді жойып жіберді. Яғни Украиндар өте табысты жұмыс істеп жатыр бұл барыста. Енді Қытай туралы айтайық. Мынау Қытайлардың өзі шошитын Хэнан деген провинция бар. Бұл Хэнан провинциясы Қытайда өзі сұлу қыз шығатын екі жер бар. Бірі Сужу, Ханчжу дейді, бір-біріне жақын тұрған. Өз жердің Қытайы, мына біз айтатын қара Қытай сияқты қап-қара мұрындар таңырайған емес, еттері әппақ болады. Ақ болғанда мына ақ нәсілділерден де ақ болады. Мына біз айтатын ақ нәсілділер сары деуге келетін реңді болса, олардікі өте қансөлсіз ақ болады. Екіншісі мынау Хэнан провинциясы, бірақ бұл солтүстікте. Негізі бұл екі жерден сұлу қыз шығатын екеуінің де бұның арғы тегі таза Қытай емес. Бұлар кезінде сол жерді жаулап алған, осы жазда Сахалинде үлкенінген кішінген тауларында, Қарақұрым тауларында жайлаулатқан болса, жаз жайлауда қымыз ішсе, келер жазда анау Балқан тауда жаңа қымыз ішіп отыратын көшпенділердің тайпаларының біреу болып бек мүмкін. Себебі Хэнан өлкесіндегі Қытайлардың көздері қоңырқай болып келеді. Ана қара Қытай тарбақ емес болып келеді. Қоңыр көзді, жасыл көзді Қытайлар көп болады. Сосын өз жерде тоңғанда аз емес. Және бірі бұл Хэнан өлкесі 1800 жылдың басына дейін еврейлер тұрған өлке. Енді бұл яхудилер тұр. Мен бір кофе ішіп алайын, тамағым кешір. Ал ішіп алған. Бұл Хэнан өлкесінде 1812-1820 жылға дейін яхудилердің синагогасы болған. Енді менің ертеде жойытты жұтқан жұрт дейтін бір лекциям болған. Соны жұрт өзі тыңдады ма, тыңдамады ма? Бұл енді 2013 жылғы лекциям болды ғой деймін. 2013 жылғы лекция. Мен өзі іздеп көрейінші соны. Жойытты жұтқан жұрт. Жойытты бар екен. О, Құдайдың құдірі. Бар екен. Бұл мен жойытты жұтқан жұрт деген 5 жылдың алдында жарияланды. Негізі мен оны негізінде 2013 ба сөйлегім. 10 жыл бұрын сөйлегім енді. 10 жыл бұрын сөйлегім. Сол лекциямда мен енді осы қарап іздеңіздер, шымынан астына сасаңыздар тұр. Жойытты жұтқан жұрт деп. Жойытты жұтқан жұрт. Мен өзім сөз. Мен сала алмайды екен, мына екінші телефоннан сала алмайды екен. Жойытты жұтқан жұрт деген лекциямды мына қазақ ертеректе мына еврейлерді білмеймін. Көрші болды ма, шекара болды ма дейін десең, қазір бізде еврей көрші жоқ. Қазақтар жойыт деп атады. Тіпті қазақ біреуді өте жауыз біреуді көрсе, жойыт дейтін. Өзі ескі қазақтың осындай сөзі бар еді. Соны естігендеріңіз бар ма? Ескі қазақта өте жауыз біреуді, қу біреуді көрсе, ой жойыт дейді. Ал енді мына халықты жойыт деп атайды.
сөйтсек бұл енді бұлар өздерін жеуіш дейді екен. Сосын анау тілдерінің атын юрит, енді бір дыбыстауларында жюрит дейді екен. Сол жюриті жойттан өзгерді ме білмеймін енді, қысқасы солай. Сөйтіп бұл Ханан провинциясында бір сұмдық болып жатыр. Енді жаңа жойытты айтқан, енді жойытты айта кетейік, аяқтай салайын. Бұл жойыттар бұл өлкеде тұрады, синагогалар болады. Қытайдың ескі жазбаларында бұларды, жаңағы доңғандарды ақ қалпақты құй-құйлар деп атағанда, бұларды жасыл қалпақты құй-құйлар деп атады. Бұлар ана дүнгендерден бөлектену үшін бастарына жасыл тақия, жасыл төбетай, жасыл кішкентай жаңағы бас киім киетін болған. Өздерін дүнгендерге қоспайтын болған. Бұлардың ортақ ерекшелігі Қытай ескі жазбасында жазуынша, бұлар шошқа етін жемейді, арам өлген малды жемейді, жыртқыш аңдарды жемейді, жаңағы жын-жыбыр, бақа шаян, құрт құмырсқаны жемейді. Сосын бұлар жаратушыға серік қосуды қатты жек көреді, мүсінге табынуды жек көреді, сурет сызуды, мүсін соғуды жек көреді. Жаңағы ғибадатханаларында мүсін болмайды, анау-мынау деп ескі Қытай тарихында жазды. Бірақ оларда жаңа доңғандармен, яғни мұсылман доңғандармен салыстырғанда, олардың жаңағы саны өте аз болды. Олардың жігіттері қыз таба алмай қалды, қыздары күйеуге тиейін десе еркек жоқ, өздері саны өте аз болды. Бірақ олар ешқашан Қытайдан, ұлты Қытайдан қатын алса да, қыздарын ұлты Қытайға бермейді екен. Сөйтіп қыздарын доңғандарға беруге мәжбүр болды. Сөйтіп осылар жоқ болып кетті деп жазады. Енді буддист Қытайлармен салыстырғанда мұсылман доңғандар жойыттарға әлде жақын болды еврейлерге. Себебі бұлар жаратушының бірлігін мойындады. Бұлар да мүсінге қарсы, бұлар да шірікке қарсы, бұлар да анау Қытайлардың бұтханаларындағы ғайыпты болжайтын, құмалақ ашатын, былайша айтқанда бал ашатын, сондай Қытайдың діни нанымын айналып кеткен осы болжампаздық бұған қарсы. Екеуінің ортақтығы жаратушының бірлігін мойындау. Бірақ еврейлер ешқашан Исаны да, Мұхаммед пайғамбар, Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды да олар пайғамбар деп мойындамайды. Сондықтан бірақ олар бір құдайшылдық тұрғысынан алғанда ең соңында қыздарын сол доңғандарға беріп ең соңында жойылды. Бірақ 1991 жылы, осы 2000-нің басында сол жерден Тауратты жаттап алған бірнеше әйел мен еркек Израильге барып, Израильден еврей оралмандық статусын алады. Сөйтіп, бірінші көздері сығырайған, өздері әбден азиат болып кеткен еврейлер өздерінің сол ескі ата-бабаларынан қалған Таураттарын көтеріп, Тауратты жаттап, өздерінің еврей екендіктерін дәлелдеп отырып, Израильдің азаматтығын алады. Білесіздер, Израильде анау Эфиопиядан әбден қап-қара болып кеткен Африканың қара халықтарынан, қара нәсілді халықтарынан еш айырмасы қалмай қалған фәләша деген қауымды 70-ші жылдарда көшіріп алады. Сонда бүкіл Израильдің әуе жайында миллиондаған халық тізіліп тұрып, аралары 3000 жылдан 3000 жылдан кейін бірін-бірі тапқан еврейлер мен фәләшалар ой бауырым деп еңіреп жыласып Израильде табысады. Бұл фәләшалар анау атам заманда Мұса пайғамбардың Египеттен елін бастап Израильге ата-бабасының ескі қонысына келер жолда жаңағы бағыты өзгеріп Эфиопияға кетіп қалған бір қауым екен. Бірақ сол замандағы дінді ұстап, сол замандағы еврейдің кітабын жат айтып отырғандарына байланысты оларды ескі еврей екендігі дәлелденіп, діни нанымына қарап, ең соңында Израиль көшіру болады. Эфиопияның диктаторына тәңкі беріп, тәңкіге фәләш айырбастап алады. Енді осыдан барып, Назарбаев Тоқаевтың мына Ауғанстанда қырылып, аштықтан өліп жатқан қазақтарға міне көз қырында салмай отырғаны, ана ауғандар кеп қыздарын бұлап тонап кеткеніне қарамастан, өздері екі қолға бір күрек, бір жұмыс таппай аш отырған,
тілдері ұзақ уақыт азшылықтан, мектептің жоқтығынан, жаңағы екі елдің ара қатынасының болмағандығынан тілдері аздап бұралып күрмеліп қалғанына қарамастан, тіпті түрлері қазақ болғанына қарамастан, өздерінің арғы аталарының 1880 бәлен 1901 деңгесін жылы, тіпті мына қызыл орыстар 17 жылы кәпір орыстар кәпірлік жүйе орнататын болған кезде Қызылордадан, мына оңтүстік өңірлерден қашып отырып, мына қазіргі Түркістан Тараздан қашып отырып ауғанға өтіп кеткендіктерін айтып отырғанына қарамастан, біздің өкімет Ауғанстанда қазақтар туралы ләм-мим деп жақ кірісін ашпайды. Олар аштықта отыр. Олардың балалары ауру. Ал Ауғанстанда қазақ елшілігі бір қазаққа виза беру үшін $1000 пара алады екен. Ей, парадан әкесі өлген сұмырайлар, ертең ойлаңдаршы, біздің қолымызға билік өткенде сендер қашсаңдар, қайда қашсаңдар да жер бетінен тауып алып, Ауғанстанда қазақ елшілігі сендердің кеңірдектеріңе, со сендер тоймаған ақшаны тығып отырып, жандарыңды жаһаннамға жібереміз біз. Ана Ауғанстанда алдарыңа зарлап келіп отырған қазақтардан пара алып, қазақ емес екенсің, тілдерің қазаққа ұқсамайды деп отырсың. Ей, қазақтың даласын арамшөп басып 5 миллион орыс келді. Мына жақтан Қытай визасыз қаптап жатыр. Онсыз да қазақ жерінде совет кезінде оңнан, солдан, батыстан, шығыстан қаптатып алып келген қаншама келімсек халық бар. Өз қалауынан тыс орыстар айдап отырып алып келген халықтар бар. Енді содан қызғанбаған жеріңді Ауғанстандағы өзім қазақпын деп отырған қазақтан кеп қызғанып отырсыңдар. Ай, сұмырайлар, құл-құтанның тұқымдары-ай, сендердің түптеріңе мен жетпесем, ай, одан ары қарай қазақ қоғамы дұрысталмас. Міне, Фалашаны көшіріп алып келді еврейлер 70 жылы. 3000 жыл бір-бірінен айырылып қалған. Оларда жалғап отырған жалғыз Таурат. Себебі Фалашалар да Тауратқа жаңа құлшылық жасайды. Тауратты қасиетті кітап көреді. Мына еврейде оны қасиетті кітап көреді. Ал Фалашалардың түрі тіпті қап-қара болып кеткен. Қап-қара еріндері деген, ана біздің қыздары жаңа бәленбай $1000 беріп, еріндерін бүйтіп дүрдейтіп ісіріп жүрсе, олардың еріндері табиғи ана Африканың ыстығында ісіп кеткен солай. Кәдімгі қара зеңгіге айналып кеткен ғой 3000 жылда. Ал соны мына израильдер ойбай түрін қалай, түрін қап-қара екен, ойбай бір түрлі екенсің деген жоқ. Ой, бауырым деп еңіреп қарсы алды. Бүкіл Израильда деген жолға қызыл кілем жайылып, ана аштықта, жалаңаштықта, Эфиопияда соғыста жүрген, тек қолдарында жалым-жұлымы шыққан ескі Таурат ұстаған фалашаларды көшіріп алып келді. Танкіге айырбастап алып келді. Міне еврейдің мықтылығы. Міне еврейдің мықтылығы. Ал біздің қазақтар жатқа сондай жұмсақ, орыс келсе 7 әкесі келгендей қарсы алады. Қытай келсе 77 әкесі келгендей қарсы алады мына құл-құтанның тұқымдары. Бірақ өзінің қазағына немене тілі бір түрлі екен? Өзбекке ұқсай ма, не болып кетті дейді. Енді аталары қазақ жоқ болғаннан кейін алды. Өзбектен алды, сарттан алды, тағы басқа сол жерде пуштун-муштуннан алды. Қырғыздан алды, тілдер өзгерді, түрде өзгерді. Бірақ қазақ екенін айтып тұр, руын айтып тұр. Қайдан кетті? Қызылордадан кетті. Қайдан кетті? Тараз Түркістаннан кетті. Ол қазағың 1000 қазақ, 5000 қазақ, айналдырсақ 15000 қазақ, одан артық қазақ жоқ. Өздерінің есебінде 40000 қазақ бармыз дейді. Тау таста тентіреп мал бағып кеткен соғыс кезінде. Содан $1000 алып отыр. Жалба-жұлба шыққан, үстінде дұрыс киімі де жоқ қазақтардан $1000 талап қылып отыр. Соларды Қазақстанға әкелсең, солар сен істеп, сен менсінбейтін жұмысты солар істейтін еді. Киімді де тігетін еді, етікті де тігетін еді, кәсіпкерліктің түр-түрімен айналысатын еді. Сонан құжынаған орыс, барсаң бір қазақ таба алмайтын солтүстіктегі орыс болып кеткен аудандарға кіргізіп қойсаң, солардың басын балталасаң да орыс үйренбейтін еді. Мына біздің сұмырай жүйе мен Израильдің сұмырай жүйесін салыстырғаннан шығып отқан әңгіме ғой. Мынау Израильдердің сұмырай жүйесі. Әңгіме неден шығып кетті? Хананнан шығып кетті. Хананнан шыққасын, Хананда Қытай болып кеткен еврейлер туралы айттық. Жойытты жұтқан жұрт дегенден шығып кетті. Енді сол Хананда бір сұмдық оқиға болып жатыр. Әңгімеміздің төркініне келіп. Сол Ханан провинциясы. Анау тарихта Қытай патшалары қыздарын тоқалдыққа алатын
Жаңа 300-400 тоқалдысы негізінен сол екі жерден алып отырған. Сол Хэнанның үлкен бір сұмдық оқиға болды. Енді қазір сол Хэнан провинциясында университеттегі студенттерден тегін сперма алатын, яғни аталы құрық, шауқат алатын сұмдық оқиға болды. Және оған ақша төлейді. Содан есепте, оны алдымен эксперимент ретінде алады. Содан өткенін, жылдамдығы ең тезін, активтігі ең жоғарғысын алады екен. Енді есептеңдер. Бұл үлкен бизнеске айналған. Неге? Неге мынау жас студенттерден алып жатыр? Неге жас студенттерден алып жатыр? Алдымен оның бәрінен алып алады. Артынан оның ең мықтысын зерттейді. Одан оның ең мықтысын зерттейді. Ең активтігін, ең жылдамдығы тезін, ең күшті, ең қуаттысын алады. Одан бұрын жасын 18-ден төменгілер берсе болмайды, тек 22-ден асқандар береді. Неге? Бұл арқылы жаңағы әбден Қытайдың өзі шошитын провинция дедік қой. Қытайлар жағы ол сол провинцияның адамдарымен Хэнандікі десе ол шошып кетеді. Себебі о жақта алаяқтық, алдау, кісі алдау, отырғызып кету деген жетеді жаңағы. Аузыңдан қайтып алдап кететін жетеді. Сонда мына Қытайда әзіл бар, ана Қытай коммунистері жаңағы бір батырды қатты үгіттейді, жаңағы Дунсунри деген ана жаудың көпірін тіреп қоятын жаңа тіреуіш жоқ, ана бомбаны жарылғыш сатты. Сонда қолымен тіреп жаңа компартия жасасын деп айғайлап өліпті дейді. Ол өтірік дейді, Қытайлар айтады. Ол Дунсунридің қасында жолдасы болыпты дейді. Сен жаңағы ұстап тұра тұр, мен барып бір тіреуіш таяқ алып келіп мынаны көпірдің астына тей қояйық деп. Сосын жарайды деп анау тіреп тұра қалғанда ана бомбаны жаңа жібін білтесін тартып жібергенде өзі кеткен дейді. Сонда ол Хэнандық екен дейді. Сонда ана Дунсунри өлсеңдер де Хэнандықтарға сенбеңдер деп айғайлап кетіпті деген аңыз бар енді, әзіл. Жалпы сондай. Енді осы провинция неге солай істеп отыр? Жаңағы бәленбай 100 000 студенттен сперма алады тегін. Оның ішінде бәлені қабылдап алдық. Бәлені мықты екен, мынау жылдам екен, мынау күшті екен деп оған ақша берген, қалғанына бермейді. Ал бұдан олар миллиардтаған доллар жасап отыр. Миллиард, спермадан миллиард доллар жасап отыр. Енді осы сөзімді айтып отырып, жұртқа бір нәрсені айтамын. Қазақ спермасы Қытайға не үшін керек деген бір лекцияны дұрыстап тыңдарсыздар. Ол енді бір жазбадан біреудің оқыған, енді оқығаны тым жақсы емес, бірақ енді сабырмен тыңдаңыздар. Енді оны дұрыстап әдемілеп оқитын біреу болса, қайталап оқыса болады, ол жазба тұр. Қазақ спермасы Қытайға не үшін керек деген. Енді сол жазба жарияланғанда жұрттың бәрі, ой, бұл жараған әңгіме деп мұрындарын шүйірген. Енді сол әңгіме 2017 жылы жарияланған әңгіме 2023 жылы міне 6 жылдан кейін, 7 жылдан кейін шындығы дәлелденді. Қазақ спермасы Қытайға не үшін керек дегенді тыңдаңыздар, сосын осы сөзді түсінесіздер. Енді қараңыздар. 2023 жылы университеттегі бәленбай 100 000 студенттен өстіп сперма алып жатқан бұл үлкен бизнестің артында Қытайдың саясаты тұр. Қытайда әдетте мемлекеттік саясат бұндай істі оң көрмейді, бірақ көз жұма қарап отыр. Телевизорда жарнамаланып, сайттарда, медиаларда жарияланып отыр. Неге? Қытайда соңғы кездегі экологиялық уланудан азық-түлікке, мысалы балыққа не береді? Балыққа кәдімгі пенсилинді беріп көбейтеді. Қытайдағы балық пенсилин жеп өскен балық. Қытайдағы жұмыртқа дәрімен өсірілген жұмыртқа. Қытайдағы тауық, ол сіз ойлағандай табиғи жүгері жеп, тары жеп, бидай жеп, жем жеп өскен тауық емес. Ол тауық инкубаторда өседі. Және оған әр 15 минутта ыстық күннің сәулесі сияқты лампамен ыстық сәуле түсіреді. Сосын оны бітеп азайтады. Таңертең ақырын күн шығып, біртіндеп түске барған түсіп, сосын түстен кейін, екінтіден кейін күн салқылдаған сияқты, ананда сөйтіп лампаны нетеді. 15 минутта күн шығарады лампамен. Сосын 15 минут қараңғы түн қылады. Сосын 15 минут қайтасы күн шығарады. Сосын 15 минут түн қылады. Бір сағатта 4 сағатты 4-ке бөледі.
Bir sағаттық ішінде олар 2 күн, 2 түнді өткізіп жібереді тауық. Сөйтіп тауықтың денесіндегі биологиялық сағат ауысып, олар 1 сағат өткенде ана тауықтың денесі